Сіздер ме құрметті оқушылар? Су тіршілік көзі ортақ бөлімі бойынша сан есім тақырыбын өтеміз бүгін. Бүгінгі сабақта сен түрлі жағдайдағы қатысымдық әрекеттерді сөзді жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеуге дағдыланасың. Сөйлемдерден сан есімдерді анықтайсың. Балалар, ең әуелі сан есімнің не екенін есімізге түсіріп алайық. Сан есім заттың санын, мөлшерін, ретін білдіретін сөз табы. Сан есімдер қанша, неше, нешінші сұрақтарына жауап беретін тағы да бір рет естеріңізге сала кетемін. Балалар, экранға назар аударайық. Мына жерде бос кесте тұр. Осы кестені бізге сан есімдермен толтыру керек. Ол үшін берілген жұмбақтарды шешіп, жауабын дұрыс тауып, жұмбақ құрамындағы сан есімдерді табуымыз керек. Сөйтіп, кестені сан есімдермен толтыра аламыз. Сонымен, дайынсыздар ма? Маған сіздердің көмектеріңіз қажет. Бірінші жұмбақты жақсылап тұрып тыңдап алайық. Оң жағымда 5 сарбаз, сол жағымда 5 сарбаз. Ол не екен? Кәне, ойланып көрелік. Әрине, балалар, бұл екі қолымыздағы 10 саусағымыз. Балалар, осы жұмбақтағы сан есімдерді тауып көрейікші. Оң жағымда қанша сарбаз? Оң жағымда 5 сарбаз. Сол жағымда қанша сарбаз? Сол жағымда 5 сарбаз. Осы жұмбақтағы сан есім 5. Ол қанша сұрағына жауап беріп тұр. Керемет, келесі жұмбағымыз. Жаңылмастан жетеуі кезек қызмет етеді. Бұл не екен? Дұрыс, бәрекелді. Бұл аптаның 7 күні. Ал енді осы жұмбақтағы сан есім жаңылмастан нешеуі кезек қызмет етеді? Жаңылмастан жетеуі, сан есім жетеуі. Келесі жұмбақты тыңдайық. 32 мықты қаз қатар боп шықты. 16-сы асты, 16-сы үсті. Бұл жұмбақтың шешуі не екен? Әрине, біздің 32 тісіміз. Ал енді жұмбақтың құрамында қандай сан есім бар? Бәрекелді. Дұрыс таптыңыздар. Жұмбақтың құрамында 32, 16 сан есімдері бар. Оларды біз сұрақ қоя отырып таптық. Қанша мықты қаз қатар боп шықты? Қаншасы асты? Қаншасы үсті? Деген сұрақтар қойып сан есімді дұрыс тауып алдық. Балалар, сан есімдерді кестеге орналастырып шықтық. 5, 7, 16, 32 деген сан есімдерді бәріміз бірге отырып дұрыс таптық. Балалар, әрі қарай сабағымызды мақалмен жалғастырамыз. Экранға назар аударып, мына мақалды оқыңыздар. Жігітке 7 өнер аз. Бірақ мақалдың жалғасы бұл жерде жазылмаған. Сондықтан да өзіміз тауып алайық. Қалай ойлайсыздар? Жалғасы қалай болады? Бәрекелді, дұрыс. Жігітке 7 өнер аз, 70 өнер көп емес. Осы мақалдағы сан есім 7 және 70. Сұрақ қояқшы, жігітке неше өнер аз
7 өнер аз. Неше өнер көп емес, 70 өнер көп емес. Осы жерде сіздердің назарларыңызда сан есімнің өзімен байланысып тұрған сөзіне назарларыңызды аударғым келеді. Бұл жерде 7, 70 сан есімдері өнер сөзімен байланысып тұр. Яғни өнер сөзінің қанша екенін білдіріп тұр. 7 өнер, 70 өнер. Балалар, экранға назар аударып, мұқият оқимыз. Бұл жерде сіздерге бір жағдаят берілген. Сол жағдаятты сұрақтарға жауап бере отырып, өзіміз шешуіміз керек. Ой бөлісіп, пікірімізді айту керек болады. Мен оқиын, сіздер мұқият тыңдап отырыңыздар, бірге оқып отырыңыздар. Ауыл шетінде көл бар еді. Жазда үлкендер балық ауласа, балалар шомылып, көңілді болып жататын. Көлде құстар да мекендеуші еді. Бірде Жандос өзінен үлкен 2-3 баланың көлге қоқыс тастап, ластап жатқанын көрді. Сұрақтар. Балалардың көлді ластағаны дұрыс па? Жандостың әрекеті қандай болды деп ойлайсың? Кәне, ойланып көріңіздерші. Осы жағдаятты сіздер қалай аяқтар едіңіздер? Аяғы қандай болды деп пайымдайсыңдар? Балалар, экранға қараймызда жағдаяттың қалай аяқталғанын оқиық. Сіздер де осы жағдаятты тура осылайша шешті деген ойдамын. Жандос бұған шыдамады. Балалардың жанына барып, сендердің көлді ластағандарың дұрыс емес. Егер әр қайсымыз осылай істейтін болсақ, көлдегі балықтар өліп, құс келмей қояды, деді. Өзі бастап, қоқысты балаларға жинатты. Балалар, жағдаяттың осай аяқталғанына келісесіздер ме? Сіздердің де нұсқаларыңыз осындай болды ма? Керемет. Қалай ойлайсыздар? Жандос дұрыс істеді ме? Әрине дұрыс. Себебі әр қайсымыз қоршаған ортаны таза ұстауға тырысуымыз керек. Балалар, осымен бүгінгі сабақымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Менің аты жөн Ибраева Гүлнара Жақсылықовна, математика пәнінің мұғалімі. Балалар, біз өткен сабақта қағаз ақша туралы өткенбіз. Осы сабақтың негізгі мақсаты 100 теңгелік, 200 теңгелік, 500 теңгелік және монеталар мен банкноттарды ажырата аласың. Түрліше төлем жасауды үйренесің. Балалар, мұздықтар мен мұзтаулар деп айтып жатырмыз. Сіздер судың 3 күйі бар екен білесіңдер. Сұйық, газ және қатты түрінде. Осы судың қатты күйіндегі бөлігін мұздықтар деп айтады екенбіз. Жердің 10%-ын мұздар мен мұзтаулар алып жатыр. Олар жер бетіндегі мұздардың табиғи жиынтығы. Мұздық ауқымды тұщы су қоймасы, мінекей мұзтауларымыз. Қазақстандағы биік тау өңірлерінде 2724 мұздық бар екен. Ал балалар, мына жерде бізде жаңа айтып жатқан мұздықтар деп айтып жатқанымыз, енді сол мұздықтарды саяхатшылар барып саяхаттайды екен. Енді мына ойлантап, есемізде сіздерге берген тапсырмамда қараңыздар. Саяхатшылар мұздықтарды көруге автобусқа билет сатып алды. Ересектерге арналған билет 800 теңгеде, ал балалар билеті 500 теңге тұрады. Сұрақ,
әр билеттің бағасын әртүрлі қағаз ақша және монетамен қалай жинауға болады? Ойланамыз, балалар. Ойланып болсақ, ал қараймыз, балалар. Балалар, қараймыз. Бірінші біз 500 теңге, 200 теңге және 100 теңге монетаны қолдануымызға болады екен. Жаңағы үлкендердің билетін алуға. Тағы да қандай ақшаларымызды қолдануымызға болады екен? Қараймыз. 200 теңгеліктерден мінекей қараймыз. 200 теңгеліктерден алатын болсақ, бізде 800 теңге. Ол да үлкендердің билеттеріне қолдануға болады екен. Ал бізде жаңа айтқандай, балалардың билеті бізде 500 теңге деген, 500 теңгеліктімізді қолдануымызға болады. Тағы да балалардың билетін бізде 200 теңгеліктерден 2, 100 теңге монетаны қолдануымызға болады екен. Ал балалар, бірінші тапсырма бойынша есепті шығар. Біз жаңа мұзтау туралы мәлімет алдық. Сол мәліметтерден қарап отырсақ, бізде мұзтау дегеніміз үлкен мұздардың жаңа жиынтығы деп айттық қой. Енді осында мұзтауға шығатын адамдарды альпинистер дейді. Альпинистердің негізгі құралы арқан. Арқанның 1 метрін 250 теңгеге сатып алыпты. Бізге сұрақ қойып тұр. Осындай 3 метр арқан қанша тұрады? 4 метр арқан қанша теңге тұрады? Енді осыны біліп алуымыз керек. Балалар, шартын жазамыз, сұрағын тауып аламыз, шешуін шығарамыз, жауабын жазамыз. Ал балалар, жазып болсақ, тексеріп көрейік өзімізді. Ал балалар, мына жерде шартында бізде берілген 1 метр бізде жаңа берілген шартында 250 теңге болған білеміз. Бізде белгісіз 3 метр қанша теңге екен, және 4 метр қанша теңге екен білмедік. Мінекей, сұрағын таптық. Енді шешуі қалай болады екен? Шешуі. Жаңа біз 1 метр 250 теңге дедік, көбейттік 3-ке, мәні 750 теңге екен. Одан кейін бізде белгісіз болған 4 метрді табамыз. 250 теңгені көбейтеміз 4-ке, мәні 1000 теңге болады екен. Енді жауабы жазайық. Сонымен жауабы 3 метр арқан 750 теңге, 4 метр арқан 1000 теңге болды. Балалар, есептеріңді дұрыс шығардыңдар деп ойлаймын сіздерді. Ал балалар, мәтіндік есеп шығарамыз. Мына жердегі суретке дұрыстап анықтап қарап алыңыздар. Өйткені есебіміз осы мәтінге байланысты. Мәтіндегіміз таудың су бетіндегі бөлігінің биіктігі мінекей 15 метр екен. Судың үстіндегі тұрған бөлігіміз 15 метр екен. Судың астындағы бөлігі белгісіз, бірақ одан 6 есе артық. Жалпы сұрақ тұр. Мұзтаудың жалпы биіктігі неше метр деген сұрақ туындап тұр. Ал балалар, шартын жазамыз. Ал тексеріп көрейік өзімізді. Мінекей жаңа бізде берілген мұзтаудың судың үстіндегі бөлігі бізде бөлігінің биіктігі 15 метр болған. Бізде жаңағы белгісіз болған судың астындағы бөлігі бізде тереңдігі белгісіз 6 есе артық болған. Жалпы осы мұзтаудың жалпы қанша биіктік белгісіз болған. Біз мінекей шешуін жаздық. 15 метрді көбейттік 6 есе артық деген тереңдігін көбейтіп алдық. Сонда мына жерде 15-ті көбейтеміз 6-ға, мәні 90 болады. Сонда мына су астындағы тұрған бөлігі 90 метр екен. Енді бізден сұрап тұр. Жалпы осы мұзтаудың жалпы бізде биіктігі қанша деп тұр? Мәні 105 болды. Сонда біздің мұзтаудың жалпы биіктігі 105 метр екен. Ары қарай кеттік балалар. Келесі тапсырмамыз бар. Бұл тапсырмамызда бізде 2 түрлі фигура берілген. 2 түрлі фигураның ауданын табуымыз керек. Балалар дұрыстап қарап аламыз. Өйткені мына жерде өлшейміз фигураларды, ұзындықтарын, ауданын табамыз. 2 түрлі фигура болғаннан кейін балалар қараңдар. Біз өткен сабақтарда тіктөртбұрыштың ауданын табуды білеміз, формуласын. Одан кейін шаршының ауданын табуын білеміз. Осы формула бойынша есепті шығарымызға болады. Балалар, шығарып алдық деп ойлаймын.
Ал енді тексеріп көрейік өзімізді. Жаңа бізде екі түрлі фигура берілген мінекей. Бірінші тіктөртбұрыштың ауданын табу болды. Екінші шаршының ауданын табу болды. Тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін бізде мінекей мына тұрған формуланы пайдалана отырып шығарамыз. Бізде шартында ұзындығы бізде 4 сантиметр болды. Ені бізде 2 сантиметр. Бізде ауданы белгісіз. Жаңа аудан табу үшін формуланы есімізге түсіріп шығарамыз. 4 сантиметр көбейтеміз 2 сантиметр. Сонда ұзындығы мен енін көбейтіп тұрмыз. Сонда бізде жаңағы фигураның ауданы 8 сантиметр квадрат болды. Сонда тіктөртбұрыштың ауданы 8 сантиметр квадрат. Ал балалар, екінші бізде берген фигура шаршы болған. Осы шаршының ауданын табу үшін мына жерде бізде формуламыз тұр. Ол формуланы сендер білесіңдер. Осы формуланы пайдалана отырып, бізде берілген қабырғаларымыз фигураны 3 сантиметрден. 3 сантиметрді 3 сантиметрге көбейтеміз. Ұзындығы мен ені бірдей қабырғалар оны 9 сантиметр болды. 9 сантиметр квадрат. Бұл шаршының ауданы 9 сантиметр квадрат. Ал балалар, сабағымыз осымен аяқталды. Сіздер, осы сабақтан сіздер 100 теңгелік, 200 теңгелік, 500 теңгелік және монеталармен ажырата алады деп ойлаймын. Оларды төлемдерше, түрліше төлем жасай алады деп ойлаймын. Сіздер осы сабақтан мұздықтар мен мұзтаулар туралы есептер шығардық. Олардың мәлімет алып алдыңдар. Мұзтауларымыз Қазақстанда биік таулардың бар екен бізде. Оны да біліп алдыңыздар. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сіздердің барлықтарында есепті шығарып отыр деп ойлаймын. Сіздерге көп рахмет. Сау болыңыздар. Hello, dear students. Welcome to our online English lesson. Today we are going to talk about the sea. Who likes to swim in the sea? Who likes making sand castle? Who likes to eat ice cream? Now, look at the pictures and learn how to pronounce the new word. Please repeat after me. Shell, shell. Beach, beach. Sand, sand. Sand castle, sand castle. Now, let's watch a small piece of video about the beach. What are they doing? What can you see in this video? Try to understand. Listen and watch. Тыңда және белгіле. I love playing at the beach. So do I. I love playing with the sand. Let's put some shells on the sandcastle. Here's a nice shell. Thanks. Look, 3 white shells. Put them here, here, and here. Okay, what else? Mouse and frog. Okay, mouse and frog can live in the sandcastle. Come, Jill, let's get some water from the sea. Look, a fish. Put the fish back into the sea. There, well done. One more thing, Kim. Ah, yes, your duck. Look, Duck likes the beach. And she likes swimming in the sea. Dear students, let's do the next activity. Listen and choose. Тыңда және белгіле. Look at the picture. How do you see? What can you see? What is it? Is it mouse? No. Is it frog? No.
Shell. Well done. Shell. The next one. Look at the picture. What is it? Fish. No. Beach. Well done. Beach. The next one. Look at the picture. What is it? Mouse. No. Shell. No. Try again. Dog. Well done. The next one. What is it? Is it beach? No. Frog. Well done. Frog. The next one. What is it? Shell. No. Dog. No. Mouse. Well done. Mouse. The last picture. What can you see? Mouse. No. Fish. Well done. Fish. Let's check your result. Good job. Listen and repeat. Shell. Beach. Duck. Frog. Mouse. Fish. You are brilliant. Now, dear students, you are excellent. Let's continue. Complete. Белгіле. Look at the picture and what can you see? Here, you should fill in the missing letters, practice and revise your English vocabulary. What is missing? The B, E, beach. No, try again. The beach. Well done. A red fish. Good job. Yellow sand. No, try again. Yellow sand. Well done. A white shell. No, try again. A white shell. Well done. Let's check your results. Good job. Read and repeat. The beach. A red fish. Yellow sand. A white shell. Good job. Dear students, let's continue. Choose. Now look at the picture, fill in the gaps with the words from the table. Then listen and check. Read and repeat. Mouse, beach, shell, sand, frog. Okay, now look at the first picture. What can you see? Kim and Jill are at the beach. Well done. The second picture. What can you see? They are playing with sand. Good job. The next picture. What is it? There is a shell on the sand castle. Well done. Look at the last picture. What can you see? A mouse and a frog live in the sand castle. Good job. Check your result. Okay, listen and check. Kim and Jill are at the beach. They're playing in the sand. There's a shell on the sandcastle. A frog and a mouse live in the sandcastle. Excellent. Let's do the next activity. Listen and watch. There are a lot of fish in the sea. There are a lot of frogs in the pond. There are a lot of goats and cows on the farm. There are a lot of flowers and trees in the garden.
There are a lot of sheep in the car. Dear student, let's do the next activity. Match. Okay, look at the picture. Listen and choose right answer. Listen and match. There are a lot of fish in the sea. Okay, what is the answer? Good job. The second. There are a lot of goats and cows on the farm. Okay. Well done. The third. There are a lot of flowers and trees in the garden. Good job. The last one. There are a lot of sheep in the car. Well done. What's your result? Let's check. Good job. Read and repeat. There are a lot of goats and cows on the farm. There are a lot of sheep in the car. There are a lot of flowers and trees in the garden. There are a lot of fish in the sea. Well done. Dear students, let's do the last activity. Are you ready? Play the game. Now it's your turn. Shell. What is a shell? Well done. Sea. Good job. Beach. Good. Sand. Where is the D? Well done. Fish. What is the F? Good job. Duck. Well done. Perfect result. Dear students, our lesson is over. In this lesson, we got a lot of information about the beach. See you the next lesson. Goodbye. Төртінші сынып оқушылары балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген